Казахский район, село Ишчилик. 10 минут назад сгорела бензоправка. Алматы облысында жанармай құю станциясы өртенді. Сәлеметсіз бе, шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылында жанармай құю станциясында өрт шықты деп хабарлайды КАЗ 365 кезек. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 14 желтоқсанда сағат 19:22-де төтенше жағдайлар департаментінің кезекші бөліміне Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылында операторлық автожанармай құю станциясы мен жалпы көлемі 30 текше метрді құрайтын жақын маңдағы цистерналардың өртенгені туралы хабарлама түскен. Шақыру орнына төтенше жағдайлар департаменті күштер мен құралдары, барлық шұғыл өзара іс-қимыл қызметтері жіберілді. Өрт сағат 20:15-те 80 шаршы метр аумақта оқшауланып, сағат 21:41-де жойылды. Жедел қабылданған шаралардың нәтижесінде өртке жақын орналасқан газ құю станциясында 30 метр қашықтықта, мини-маркетке 10 метр және тұрғын үй секторына 15 метр оттың таралуымен жанармай құю цистерналарының жарылуына жол берілген жоқ, деп хабарлады Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі.